Армысыңдар YouTube, біз базардамыз міне. Яқта шаңырақ екінің алды кіретін жағы міне ағы міне. Пышақ, ара пышақ, біреуі 300 теңге міне. Ценасын сұрап алдым 300 теңге дейді. Мына қайрақтың бағасы қанша айтып жібер? 1500 дейді. Бұл не пышақ қайрайтын қайрақ. Бүйтіп қоясың, пышақ тартасың. Анау қайшыны тартасың. Сосын мына қайшының бағасы қанша? 1200 дейді мына қайшының бағасы. 1200 теңге дейді. Мына кіттай қайшы қанша айтты? 400 теңге дейді. Ал комментарий жазып, подписаться басып қойып отырыңдар. Сосын күнде сұрап отырыңдар. Мынаң бағасы қанша, мынаң бағасы қанша деп. Не түсіріп отырайын, соны айтып отырсаңдар. Мынау қанша? Бесеулік мынау. 500 теңге дейді мына жерде. Мынау рапира деген алмас бар екен мынау бұрынғы. Бұрын орысша жазылып тұратын еді мыналар. Рапира деген алмас. Қазір английский жазылып отырады. Бұны да бір рет қырасың, сосын лақтырып тастайсың. Біздің аталар бұрында бар ғой, осы рапирамен қырнады ғой. Білмеймін, алып қойып қырына беретін еді ғой. Мына кейіннен китайский болып кетті бұлар. Китайский рапира, бұрынғы российский рапира жоқ. Мынау қанша дедің? 200 теңге екен, ішінде 10 штугы бар. Тойға баратын кезде қырынып барсаң, тамаша болады ғой. Сосын қырынғаннан кейін жағатын бар ма? Шипыр деген жоқ па? Жоқ дейтін арада. Так, мынау ұстарасы бар екен арада міне. Мынаң несін саласың, алмасын саласың. Мына алмастарды саласың. Бұл қанша мынау? 500 теңге дейді. Ана қолымен көрсетіп жатыр 500 теңге деп. Бүйтіп көрсетіп жатыр 500 деп. Сосын так, мынау Duracell қанша? Алайт. 200 теңге. Қолымен көрсетпейші ана видеоға. 200 ба, 300 ба? 200 дейді. Мынау Duracell деген батарейка. Ана рекламада шығатын батарейкалар ғой. Так. Одан кейін мына тырнақ алатындар бар мынандай. Мен мелшник екен деп ойлап қалмаңдар, видео түсірейін деп жай тек. Видео түсірейін сіздерге бір не болсын деп, мағлұматтар болсын деп. Енді базар халықтікі ғой, сосын сен айтып отқаным ғой. Мынау қанша тырнақ алатын? 500 теңге? 500 теңге дейді мына тырнақ алатын. Бұл үлкен екен. Бұл кіттайы 300 теңге екен. Мынау үлкен екен. Мынау кіттайлары 300 теңге деп қолымен көрсетіп жатыр. Енді мынау моментли деген бар мына арада. 1000 теңге дейді. Моментли міне. Так, енді тағы не көрсетеміз? Ламшықлер ма? Кеттік, ламшық көрсетейік мына жақта. Ламшық көрсет деп жатыр хозяин. Кел, ламшық көрсетейік, айтып бағалар. Мынау ледовый ламшыққа 10 ватт 500 теңгеден екен. Қолымен көрсетіп жатыр әне. Қанша? 600 теңге. Мынау 12 ваттықтар 600 теңге екен. 600 теңге, иә. Мынау кіттайлар 500 теңге дейді. Мынау неше ватт? Нұр деген ходовой. 10 ваттықтар люстраға салынатын. Так, одан кейін жіптерді көрсетейік. Тігіншілер болса бар ғой. Қаншадан жіп? 300 теңге дейді. 300 де қолмен көрсетіп отыр. 300 теңге. Түріңді көрсетейін ба YouTube'ға? Ұялам дейді. Ал жақсы кеттік. Қазір мынандай ұлтарақтар бар екен. Аяғы терлейтіндерге жақсы. Мына ұлтарақтар бар ғой. Мына камера көрсетпейші қолыңды. 300 теңге дейді ұлтарақтар міне. Мына аяғы терлейтіндерге жақсы анау. Су ылғалда төменге түсіп кетеді де, мына жағында құрғақ болып жүре береді. Неге өліп жатсың? Сосын мына арада мынандай плоскопс бар екен. Үйдегі ана қолының месекері бар кісілер бар ғой. Үйдегі шаруашылықтың бәрін істейтін. Қанша бұл мына плоскопс? 1500 теңге дейді. Так, бұның несі мастер деп жазған екен бұл. Енді тағы не айтамыз? Ана үлкен ламшықны айтып жіберейік міне. Мынау үлкен ламшықы 30 ваттық 2000 теңге екен бағасы. Бағасы 2000 теңге тұрады. Мына арты E27 деген простой неге келеді? Ана простой патронға. Так, одан кейін не көрсетеміз? Міне бола ма ертең түсіреміз қалғанның ценасын. Нарада арқандар бар, не бар, оның бәрін ертең түсіреміз. Төменге подписаться басамыз, қоңыраушан басып қоямыз. Міндетті түрде комментарий жазып отырыңыздар. Сіздермен мен Ешман Мереке.